Сәлеметсіңдер ме балалар? Жаратылыстану сабағын бастаймыз. Екінші сынып. Уақытты қалай өлшейміз? Бүгінгі сабақта уақыттың өлшем бірліктерін білесің. Арақашықты өлшеуді үйренесің. Уақыттың өлшем бірліктері. Суретте бейнеленген уақыт бірліктерін атап көрейік. Суретте 4 мезгілге бөлінген. Күз, қыс, жаз, көктем. Және әрбір мезгіл 3 айдан бөлінген. Қайсысы ұзақ? Ай ма, әлде жыл ма? Әрине жыл. Себебі бір жылда 12 ай бар. Бір сағатта неше минут бар? Дұрыс, бір сағатта 60 минут бар. Ойлан, апта неге 7 күннен тұрады? Қазақ халқы аптаның әр күннің қасиетін біліп, оны есептеуді күн санау деп атаған. Күн санау ертеден келе жатқан халық есебі. 7 күн атаулары бүгін, ертең, бүрсігүні, арғы күн, ауыр күн, соңғы күн, азына, немесе дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі, тағы солар сияқты. Парсы тіліндегі шәмбе сөзі күн дегенді білдіреді екен. Балалар, бірінші суретке назар аударайық. Бұл жылдың қай мезгілі? Дұрыс, қыс мезгілі. Мұны қалай түсінуге болады? Киімге, табиғатқа қарап білуге болады. Тәуліктің қай мезгілі? Күндіз. Оны қалай білуге болады? Дұрыс айтасыңдар. Айнала, жарық. Осы белгіге қарап, ғарыштағы уақытты білуге бола ма? Жоқ, болмайды. Себебі ғарышта күн үнемі жарқырап тұрады. Енді екі суретті салыстырып көрейік. Бірінші суретте қалаға дейінгі қашықтық қандай? 10 километр. Мұны қалай түсіндіңдер? Дұрыс, жол сілтеуші бағаннан білдік. Айға дейінгі қашықтық қандай? Белгісіз. Жерде қашықтықты қалай өлшеуге болады? Өлшеуіш орамтаспаны пайдалануға болады. Ғаламшарлар арасында арақашықты осылай өлшеуге бола ма? Жоқ. Себебі ғарышта қашықтар тым үлкен. Сондықтан оларды басқа өлшем бірліктерімен өлшейміз. Жерде уақытты жылмен, аймен, сағатпен, минутпен өлшейді. Күнді және оның аспандағы қозғалысын бақылау арқылы да уақытты анықтауға болады. Ал ғарышта мұндай мүмкіндік жоқ. Жерде арақашықтықты километрмен, метрмен өлшейді. Ғарышта қашықтық орасан зор, сондықтан оның арнайы өлшем бірліктері болады.